Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 78-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызға міндетті түрде подписаться батырмасын басып жазылуды ұмытпаңдар. Себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды қарап, сабақтарыңды жасай аласыңдар, балалар. Сондықтан балалар міндетті түрде подписаться батырмасын басып, одан кейін қоңыраушаны басып кетуді де ұмытпаңдар. Енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғатты қорғаймын, көмектес септік. Көмектес септіктің жалғауын білемін, өз пікірімді дәлелдей аламын. 68-ші жаттығу: жұмбақты оқып шешуін тап дейді. Тұмсығымен ояды, ұя салып қояды. Табыңдаршы балалар, ол қандай құс болады? Қарамен жазылған сөзге сұрақ қой, бұл қай септіктің сұрағы дейді. Енді балалар, бұл жерде бірінші осылай көшіріп жазып аламыз жұмбақты, ал жұмбақтың жауабы бұл жерде тоқылдақ екен, иә балалар? Енді балалар, бұл жерде тұмсығымен сөзі немен деген сұраққа жауап береді. Ол бізде көмектес септігінің сұрағы екен, балалар. Келесі, көмектес септігіндегі зат есімдер кіммен, немен, кімдермен, нелермен деген сұрақтарға жауап береді. Көмектес септігі атау септігіндегі сөздерге мен, бен, пен жалғаулар жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды көмектес септік жалғаулары деп атайды екенбіз, балалар. Келесі бізде балалар 69-шы жаттығу: сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші, мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Екінші, ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Үшінші, Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Төртінші, Марат Мұзайдынға атасымен келді. Бір-біріңе түсіндіре отырып, сөйлем мүшесіне талдаңдар. Көмектес септігіндегі сөздер сөйлемнің қандай мүшесі болып тұрғанын айтыңдар дейді, иә балалар? Енді балалар, бірінші бұл жерде осы 4 сөйлемді көшіріп жазып алыңдар, иә? Одан кейін сөйлем мүшелеріне талдаймыз, балалар. Міне балалар, осылай көшіріп жазып аласыңдар 4 сөйлемді. Енді оларды сөйлем мүшелеріне талдайық, иә? Мұхиттар теңіздермен жалғасып жатыр. Жалғасып жатыр. Не істеп жатыр? Бұл бізде баяндауыш, иә? Жалғасып жатыр. Нелер жалғасып жатыр? Мұхиттар. Мұхиттар бізде бастауыш болады. Мұхиттар немен жалғасып жатыр? Теңіздермен. Бұл бізде балалар көмектес септігінде тұрған тұрлаусыз мүше екен, иә балалар? Келесі, ақбидай күннің нұрымен, жаңбырдың суымен өседі. Бұл жерде балалар не істейді? Өседі. Баяндауыш. Не өседі? Ақбидай өседі. Бұл бізде бастауыш. Ақбидай ненің нұрымен? Күннің нұрымен. Бұл бізде тұрлаусыз мүше. Күннің несімен? Бұл бізде балалар көмектес септігінде тұрған тұрлаусыз мүше. Жаңбырдың суымен. Несімен? Ненің суымен, яғни? Бұл жаңбырдың деген бізде ілік септігінде тұрған тұрлаусыз мүше, иә? Жаңбырдың несімен өседі? Суымен, иә? Бұл бізде көмектес септігінде тұрған тұрлаусыз мүше, яғни толықтауыш екен, иә балалар? Үшінші, Гүлсім табиғатты аялау туралы әңгімені зор ықыласпен тыңдады. Не істеді? Тыңдады. Баяндауыш. Кім тыңдады? Гүлсім тыңдады. Гүлсім нені тыңдады? Табиғатты аялау туралы әңгімені. Бұл бізде балалар анықтауыш болады екен, иә балалар? Әңгімені бізде нені болады, иә? Бұл бізде тұрлаусыз мүшеге жатады екен. Зор ықыласпен. Қандай ықыласпен? Бұл бізде анықтауыш. Ықыласпен. Немен? Бұл бізде ықыласпен деген көмектес септігінде тұрған тұрлаусыз мүше, яғни толықтауыш екен. Төртінші, Марат Мұзайдынға атасымен келді. Келді, не істеді? Баяндауыш болады. Кім келді? Марат келді. Марат қайда келді? Мұзайдынға келді. Мұзайдынға бізде балалар бар септігінде тұрған толықтауыш екен. Мұзайдынға кіммен келді? Атасымен келді. Атасымен сөзі бізде балалар көмектес септігінде тұрған толықтауыш екен, яғни тұрлаусыз мүше болады екен. Осылай балалар талдап дәптерлеріне сызып жазып қойыңдар, балалар. Енді балалар, бұл жерде көмектес септігіндегі сөздер сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі болып тұр екен, иә балалар? Яғни теңіздермен, нұрымен, суымен, ықыласпен, атасымен деген сөздер бізде көмектес септігіндегі сөздер, иә балалар? Келесі балалар 70-ші жаттығу: мәтінді түсініп оқы дейді.
Құрлықтың айналасы сумен қоршалған бөлігі арал деп аталады. Бір-біріне жақын жатқан аралдар тобы аралдар шоғырын құрайды. Оны топ арал дейді. Теңіз толқындары жүздеген жыл бойы жағаны шайып бұзады. Одан құрлықтың белгілі бір өңірін бөледі. Әуелі әлгі жер бөлігі құрлықпен жіңішке мойнақ арқылы жалғасып жатады да түбек деп аталады. Бірте-бірте мойнақты су бұзғаннан кейін арал пайда болады. Ол кім? Бұл не кітабынан? Енді балалар бізге мәтінге ат қой дейді. Көмектес септігінде тұрған сөздерді тауып, өз пікіріңді сызбаны пайдаланып дәлелде дейді. Бұл балалар көмектес септігіндегі сөз, өйткені ол қандай сұраққа жауап беріп тұр, қандай мүше болып тұрғанын осылай дәлелдеп жазуымыз керек бізде балалар. Енді балалар бірінші мәтінге ат қойық. Біз мәтіннің атын арал деп аламыз. Енді көмектес септігінде тұрған сөздерді тауып, өз пікіріңді сызбаны пайдаланып дәлелде дейді. Бұл жерде көмектес септігіндегі сөздер сумен және құрлықпен деген сөздер. Бұл сөздер балалар, яғни сумен құрлықпен сөздері көмектес септігіндегі сөздер, өйткені олар немен деген сұраққа жауап беріп тұр, сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр екен, балалар. Келесі бізде балалар 71-ші жаттығу. Ұйқасына лайық сөзді қойып, өлеңді көшіріп жаз дейді. Бірінші, тұмсығымен шымшып, құрт тереді деп ары қарай жалғастырып жазуымыз керекпіз. Екінші, сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір ары қарай жалғастыруымыз керек. Әли Ысқабаев дейді. Одан кейін балалар бізге шығыс көмектес септіктеріндегі сөздерді тап, көмектес септігіндегі сөзді сөз құрамына талда, сонда не байқадың дейді. Енді балалар бірінші осы ұйқасына лайық сөзді қойып, өлеңді көшіріп жазып алайық. Бірінші, тұмсығымен шымшып, құрт тереді шымшық. Екінші, сылдыр қағып, таудан құлап, жатыр ағып, мөлдір бұлақ болады балалар. Енді шығыс көмектес септігіндегі сөздер табайға. Шығыс септігіндегі сөз бұл жерде таудан сөз екен. Оған дан деген жалғау жалғанып тұр, тау сөзіне. Яғни шығыс септігіндегі сөз деген сөз. Келесі көмектес септігіндегі сөз бұл жерде тұмсығымен сөзі. Енді бұл жерге балалар біз сөз құрамына талдайтын боламыз. Яғни бірінші түбірі тұмсық. Оған тәуелдік жалғауының үшінші жағының жалғауы жалғанып тұр. Тұмсығы болды, яғни қ дыбысы ғ дыбысына өзгеріп тұр. Осыны бізде осындай өзгеріс байқалып тұр. Енді одан кейін оған көмектес септігінің мен деген жалғауы жалғанып тұр екен. Балалар, осылай біз сөз құрамына талдап жазып қоямыз балалар. Енді келесі бізде балалар шығармашылық үзіліс 72-ші жаттығу. Сөздерді оқы, тек көмектес септігіндегі доптарды торға түсір дейді. Қылқаламмен, теңізшіде, тағада, кітаппен, еңбекті, құрлықтың, таудан және шымшық сөздері. Бұл жерде балалар бізде көмектес септігінде тұрған екі-ақ сөз бар екен. Сол сөздерді торға түсірейік. Олар бірінші балалар қылқаламмен, одан кейін кітаппен деген сөздер. Осы сөздерді біз торға салуымыз керек екен, балалар. Келесі бізде 70-ші жаттығу жағдаяттан шығып көр дейді. Жаздың бір шуақты күнінде Асқар мен Болат көл жағасына демалуға барды. Олар суға шомылып, күнге қыздырынды. Өздерімен бірге әкелген қарбыздарын жеді. Қарындары тойған балалар қарбыздың қабықтарын суға лақтырып ойнады. Үлкен кісілердің ескертпесін естімегендей сыңай танытты. Бірін-бірі қуалап, ауылға қарай жүгіріп бара жатты. Менің отаным тәуелсіз Қазақстан кітабынан дейді. Енді балалардың әрекетін қалай бағалар едің дейді. Олардың орнында болсаң, сен не істер едің? Енді балалар, бұл жерге бұлай жауап береміз. Бұл жағдайда балалар өте қате іс-әрекет жасады. Себебі суды ешқашан ластауға болмайды. Осындай жағдайлардан кейін өзен көлдеріміз ластанып жатыр. Мен балаларды шақырып, оларға қоқысты шашуға болмайтынын түсіндіріп, оларды жинап алу керектігін айтар едім. Ал мен ол балалардың орнында болсам, қоқыстарды жинап, қоқыс жәшігінің ішіне тастар едім деп жауап береміз балалар.
Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар ең жақсы жауаптарды таба аласыңдар балалар. Қазақ тілінен жаттығуларды, математикадан есептерді бірге шығаратын боламыз. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар. Сендерге сабақта тек қана сәттілік тілеймін.